Саламатсыздар ма? Мен Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару мамандығының арнайы пән оқытушысы Ахметова Ғайша Тұрмағанбетқызы. Теміржол көлігінің қозғалысын ұйымдастыру пәнінен бүгінгі жаңа тақырыбымыз станциядан өңделусіз өтетін өтпелі пойыздарды өңдеу технологиясы. Тапсырма. Бірінші, өңделусіз өтпелі пойызбен орындалатын жұмыстар. Екінші, ПТО, ПКО пункттері туралы мағлұмат беру. Үшінші, станцияға келетін пойыздармен жұмыс жасайтын кәсіби маманмен жұмыс тәртібіне мәліметтер беру. Олай болса, жаңа тақырыпқа көшпестен бұрын өткен тақырыптарды да шолып өтсек, ол үшін бірнеше сұрақтарға қарастырайық. Бірінші, белгіленген жұмыс бағытына байланысты маневр түрлері. Олар ағыту, тіркеу, ажырату, құрастыру, беру, алып кету және орын ауыстыру. Келесі сұрақ. Маневр жұмысы кезіндегі жылдамдықтар. 60, 40, 25, 15, 5 және 3. Үшінші сұрақ. Техникалық басқару актінде екінші бөлімінде қандай жұмыс тәртібі көрсетілген? Пойыздарды қабылдап жөнелтуді ұйымдастыру. Осы пойыздарды қабылдап жөнелту және өткізіп жіберу кезіндегі негізгі жұмыстардың бірі ол станцияда өңделусіз өтпелі пойыздарды өңдеу болып табылады. Жаңа тақырыбымызға көшейік. Өңделусіз өтпелі пойыздарды өңдеу жұмыстарына құрамға техникалық қызмет көрсету, коммерциялық тексеріс, локомотив пен бригаданың ауысуы және тежегіштерді байқау жұмыстары кіреді. Өңделусіз өтпелі пойыздарды өңдеуге бірінші, жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету. Екінші, жылжымалы құрамға коммерциялық қызмет көрсету. Үшінші, локомотивтердің және бригаданың ауыстырылуы. Төртінші, тежегіштер тексеру жұмыстары жатады. Диспетчерден пойыз туралы мәліметті алғаннан кейін станция кезекшісі парктік дауыс зорайтқыш байланыспен пойызды өңдеу туралы кімдерді ескертеді? ПТО пункт жұмысшыларын және ПКО пункт жұмысшыларын. ПТО пункт жұмысшылары вагон қараушылар, жөндеушілер және механиктер жатады. Ал ПКО пункт жұмысшыларына аға приемщиктер жатады. Ал вагон қараушылар қандай жұмыс атқарады? Олар вагондардың техникалық жағдайын тексереді, яғни вагондардың астыңғы бөлігі. Астыңғы бөлігіне автотежегіштер, автотіреуіштер, доңғалақтар жатады. Ал приемщиктер вагондардың коммерциялық жағдайын тексереді. Олар вагондардың үстіңгі бөлігін қарайды. Үстіңгі бөлігіне пломба, люктер, терезелер және есіктері тағы басқа жұмыстар кіреді. Әрбір телімдік және сұрыптау станциясында ПТО және ПКО техникалық, коммерциялық тексеру пункттері бар. Осы станциядан өтетін барлық пойыздар осы тексерістен міндетті түрде өтеді. Бұл басты тапсырманы ПТО және ПКО пункт жұмысшылары, вагон қараушы жөндеушілер мен приемщиктер орындайды. Олар станцияға келетін әрбір пойызды күтіп алуға міндетті. Алдарыңызда суретте көрсетілгендей вагон қараушы мен приемщиктер, яғни қабылдап тапсырушыларды көресіздер. Енді осы ПТО және ПКО жұмысшыларының, яғни вагон қараушылар мен приемщиктердің жұмыс тәртібіне жеке-жеке келетін болсақ. Ең бірінші тексеріс
пойыздың станцияға кіруінен басталады және алғашқылардың бірі болып вагон қараушылар күтіп алады. Олар арнайы бекітілген қауіпсіз орында тұрады. Станцияға кірген жылжымалы құрамды көзбен қарап, құлағымен шуды тыңдайды. Әрбір вагонның қозғалысындағы күйіне баға беруге вагон қараушылардың бірнеше ғана секунды бар. Бірақ соның ішінде вагон қараушы вагонның 90% жөнсіздігін таба алады. Алғашқы визуалды, яғни көзбен көрген тексерістен кейін мамандар операторға байқаудың нәтижесін хабарлайды. Пойыз тоқтағаннан кейін вагон қараушысы вагонның астыңғы бөлігін тексереді. Пойыздың қауіпсіздік қозғалысына бұл ең маңызды бөлігі болып табылады. Кәсіби вагон қараушы жөндеушінің есте сақтау қабілеті жоғары дәрежеде болуы қажет. Тәжірибесі жоғары мамандар вагон бөлшегі өлшемінің ақауы мен зақымдануының бірнеше түрлерін біледі. Тексерісті жылжымалы құрамды екі жағынан 4 адамнан тұратын 2 бригада орындайды. Яғни 2 адам басынан бастаса, 2 адам пойыз соңынан жүргізеді. Егерде осы тексеріс кезінде вагон қараушылар қандай да бір ақауды тапса, яғни ол ақау жөндеуді, ағытып, жасауды қажет ететін болса, онда бормен белгі салып кетеді. Ал егерде ағытуды қажет етпейтін вагон болса, оны сол жерде өздері орындай алады. Бір пойыздың техникалық және коммерциялық күйін тексеру бір мезгілде жүргізіледі, параллель орындалады және 30-40 минут уақыт ішінде жалғасады. Пойызды алғашқы күтіп алушылардың тағы бірі ол пойыз приемщиктері, қабылдап тапсырушы. Приемщиктер жылжымалы құрамның ақауын аз ғана минутта таба алады. Ешқандай ақау кетпеу үшін приемщиктер пойыздың екі жағынан жұп болып жұмыс жасайды және үнемі бір-бірімен радио байланыста болуы қажет. Пойыз приемщигінің басты тапсырмасы ол жүк қабылдаушыға тауарды қауіпсіз толық жеткізу. Мамандар вагондағы жүктің күйін барлық жол бойында бақылайды. Пойыз приемщигі тауар жүк қабылдаушыға ешқандай апатсыз жеткізілетіндігіне көз жеткізуге міндетті. Приемщиктер құрамды 2 мәрте тексереді. Бірінші, пойыздың станцияға кіру кезінде қозғалыста болғанында. Екінші, қабылдап жөнелту жолында тоқтап тұрған кезде. Бірінші тексеріс кезінде мұқият тексеруді қажет ететін вагондарды белгілеп алады. Екінші тексеріс кезінде төленген жүктің бұзылуына әкеліп соғатын ақауларды анықтайды. Тәжірибелі маман барлық жылжымалы құрамның әлсіз жерлерін біледі. Тексеріс кезінде приемщик қандай вагонда қандай жүк тасымалданатынын білуі қажет. Вагондағы пломбаны тексерген кезде оның бүтіндігіне және құжаттағы нөмірмен сәйкестігіне көңіл аударады. Пломбаның сынбағанына көз жеткізеді. Цистерна вагондарын қарау кезінде люктердің жабықтығын, қабырғасына мұнайдың немесе басқа да тауардың
ағып кетпегендігіне, яғни цистерна вагондарының сыртының тазалығына көңіл аударады. Ал контейнерлердің жайдақ вагонға фитингі тіректеріне дұрыс бекітілгеніне көз жеткізеді. Мамандар құжатпен, тартым сымдарымен тіреу тақтайдың өлшемдерін тексереді. Яғни олардың ұзындығы, диаметрі, тақтайлардың ені, ұзындығын тексеріп, құжатқа сызылады. Қауіпті жүктер бар вагонның қауіптілік белгісіне бар екендігіне көңіл аударады. Балалар, сіздер білесіздер, қауіптің 9 белгісі болады. Приемщиктер ашық жылжымалы құрамдағы жүктерге ерекше көңіл бөледі. Олар габаритсіз жүктер, орман ағаштары және ірі техникалар. Өйткені мұндай жүктер вагонға ерекше схемамен бекітіліп орналасады. Габаритсіз жүктердің дәрежелеріне көңіл аударады. Өйткені кейбір станцияларда габаритсіз жүктерді тек қана қандай станцияда жолдарға мүмкіндігі бар, сондай станцияға жөнелтеді. Аз ғана жөндеуге келетін ақаулар табылса, приемщиктер өз бетінше орындай алады. Ал қандай да бір елеулі ақаулар шықса, яғни жөндеуге келмейтін болса, онда вагондарды ағытып, депоға жөндеуге жібереді. Қандай ақау болса да, поезд приемщигі, яғни қабылдап тапсырушы, вагонның күйі туралы жалпы түрдегі акт толтырады. Ол актілер жалпы жүйедегі электрондық құжаттар айналымына тіркеледі. Ол мәліметтер жол бойындағы барлық мамандарға тексерілген құрам жайында ескерту болып табылады. Жол бойындағы приемщиктер немесе басқа да мамандар сол вагонның жөнсіздігін біліп отырулары қажет. Жылжымалы құрам станцияға келген кезде приемщиктер 30 минут ішінде қарап үлгеруі керек. Ал станциядан поезды жөнелтер алдында ПКО мамандарына тексеруге 45 минут беріледі. Олай болса тақырыпты бекіту сұрақтары. Бірінші, ПТО және ПКО пункттері қандай станцияда орналасады? Ойланамыз. Сұрыптау және телімдік станцияда. Екінші сұрақ, станция кезекшісі пойыз туралы кімге хабар береді? ПТО, ПКО жұмысшыларына. Үшінші сұрақ, ақау шыққан вагонды ағытып жөндеу үшін қандай белгі салады? Бормен белгілейді. Осымен сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі жаңа тақырыпта не үйрендік? Бірінші, техникалық және коммерциялық тексеру пунктімен таныстық. Екінші, вагон қараушылар мен приемщиктердің жұмыс тәртібімен таныстық. Балалар, сендерге бүгінгі сабақ түсінікті және қызықты болды деп ойлаймын. Үйге тапсырма, теміржол көлігінде қозғалысты ұйымдастыру оқулығынан 57 және 59 беттерді қараймыз. Сабақ аяқталды. Сау, саламат болыңыздар.